15 жасында жаман мінез құлқы үшін мектептен қуылды, ал 25 жасында бүкіл әлем ол туралы айтты. Грэмми сыйлығының 10 дүркін иегері Лана Дель Рей, оның жылдық табысы $40 миллион асады. Ал концерт билеттері бірнеше секундта сатылып кетеді. Бала кезінде ол ішімдікке тәуелділіктен айығу үшін интернатқа жіберілді. Бірақ 18 жасында ол бәрін таза парақтан бастау үшін Нью-Йоркке кетті. Онда ол маскүнемдер мен нашақорларға арналған баспаналар мен оңалту орталықтарында қызмет етті, ал музыка тек хобби болды. 2011 жылы Lana Video Games әнін жазып, оны YouTube сайтында жариялады. Трек вирусқа айналды және ондаған миллион тыңдалымдарға ие болды. Ал Lana Del Rey әлемдегі ең танымал эстрада әншілерінің біріне айналды. Қазақша Geek арнасының поп мәдениет жаңалықтарының кезекті шығарылымы ұнаған болса, лайк басыңыз, және бізді жоғалтып алғыңыз келмесе бізге тіркеліңіз. Материалды дайындаған Дулат Арафат.